Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 66-шы сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бізде тақырып геометриялық фигуралардың жіктелуі. Сен геометриялық фигуралардың маңызды белгілерін анықтап, оларды жіктеуді үйренетін боласың балалар. Бірінші тапсырмаға көз жүгіртсек, геометриялық фигуралар жиынына қара дейді. Бірінші сұрағымызда бізде бұл жиында неше элемент бар дейді. Бұл жиында біз санап шыққанда 21 элементіміз бар, е? Енді оның элементтерін жиындарға бөледі. Шыққан әр жиындары ата және әріппен белгіле дейді. Және осы жиындардың элементтерін жаз дейді. Бірінші біз А нүктелер жиыны деп алайық. А нүктелер жиыны бізде көк нүкте, қызыл нүкте, күлгін нүкте жатады екен. В жиын элементіне сызықтар жиыны деп алайық. Ол бізде түзу, қисық, тұйықталған сызықтар және тұйықталмаған сызықтар деп бөлеміз. Келесі С жиыны жазық фигуралар деп алайық. Бұған бізде үшбұрыш, шаршы, дөңгелек, тіктөртбұрыш, бесбұрыш жатады екен. Келесі Д жиынын алсақ, кеңістік фигуралар деп аламыз. Оны куб, конус, пирамида және цилиндр жатады екен. Келесі F жиыны біз бұрыштар жиыны деп аламыз. Сонда ол бізде тікбұрыш, сүйірбұрыш және доғал бұрыш деп топтарға бөліп жазып шықтық. Келесі екінші тапсырмаға қарасақ, бізде дәптерге түрлі түсті қарындашпен нүкте белгілеп, кесінде сәуле, түзу, бұрыш, шынық және қисық сызықтар сыз дейді. Бірінші біз нүктемізді сыздық. Келесі біз кесіндімізді сыздық. Одан кейін сәулемізді, түзуімізді, бұрышымызды және сынық бұрышымызды және қисық бұрыштарымызды біз сызып шықтық, әр түрлі түстермен. Барлығын сіздерге түсінікті болсын деп біз жазып шығайын. Мынау бізде бірінші нүкте, одан кейін бізде кесінді, мынау бізде сәуле, бұл бізде түзу, одан кейін бұл бізде бұрыш, және мынау бізде сынық бұрыш, және соңғысы бізде мынау қисық бұрышымыз екен, е? Енді бізде сен қандай бұрыш сыздың дейді. Мен бұл жерде сүйір бұрышты сыздым. Е? Қандай сызықтар сыздың? Сұйықталған ба, әлде тұйықталмаған ба? Мен барлық бұл сызып шыққан бұрыштарымыз тұйықталмаған сызықтар болып жатады екен. Тұйықталмаған. Келесі үшінші тапсырмада бізде практикалық жұмыс дейді. Бұл жерде партаға төмендегі фигурал модельдерін қойып, оларды салыстыр, не байқадың дейді. Ең бірінші мен дөңгелек сыздым. Бұл бізде дөңгелек. Мен қызыл сызықпен сызып жазайын. Дөңгелек. Одан кейін менде көп бұрыш. Одан кейін бізде мынау көп бұрыштар. Бұны бір-біріне қосып шығайын мен қара сызықпен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 деп кете береді екен, балалар. Бұл бізде көп бұрыштар. Көп бұрыштар деп жазып қойайық. Келесі бізде төртбұрышпен тіктөртбұрыш сызу керек делінген. Бірінші бұл бізде төртбұрышымыз. Ал мынау бізде тіктөртбұрышымыз. Келесі бізде тіктөртбұрышпен шаршыны салыңдар деген. Тіктөртбұрышымыз біздің. Ал мынау бізде шаршы төртбұрышымыз, е? Бұлардың сызықтары бір-біріне, нүктелері бір-біріне тең болады екен, е?
Келесі бізде 4-ші тапсырма мысалдарды шығар дейді. Бізде бірінші берілгені жақша ішінде 72 азайтылған 32 дейді. 72 азайтылған 32 жақшаны жабамыз. Қайтадан жақшасы 34 азайтылған 22 дейді. Келесі жақшамыз. Ең бірінші біз бірінші жақшаны орындайық. 72-ден 32-мізді аламыз 40. Енді келесі жақша 34 пен 22-мізді аламыз 12. Ортадағы біз азайту амалын қоямыз. Сонда 40-тан 12-ні алатын болсақ 28 болады екен. Келесі жақшаның ішінде бізде 28 қосылған 32 жақшаны жабамыз. Жақшаның сыртында азайту амалы және тағы да жақшамызды ашамыз. Келесі 70-тен аламыз 72 делінген. Бірінші жақшаны орындаймыз. 28 мен 32-мізді қосамыз, ол бізде 60. Және 70-тен бізде 70-тен 27. 27 саны. Келесі жақшада 70-тен аламыз 27 делінген. Жетпістен 27-мізді алсақ, ол бізде 43. Сонда 60-тан біз 43-мізді алатын боламыз. Ол бізде 17-ге тең екен. Келесі 5-ші тапсырмаға қарайық, есепті шығар дейді. Мұз айдында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр дейді. Мұз айдында барлығы неше бала сырғанап жүр дейді. Бізде ұл 36 делінген, қыз бізде белгісіз және 4-еуі артық дейді. Мұз айдында неше бала сырғанап жүр дейді. Шешуін шығаратын болсақ, бірінші біз 36-мызды қосамыз және жақшаның ішін ашып, 36-мыздан мұна 4-мізді қосамыз. Артық деген қосамалы. Сонда бізде жақшаның ішін орындайық. Бірінші 36-ны 4-ке қосып 40, 36-мызды енді 40-қа қосамыз. Сонда бізде 76-ға тең екен. Сонда жауабы мұз айдынында 76 бала сырғанап жүр екен. Сырғанап жүр. Келесі балалар 6-шы тапсырма дәптерге төркөз сызықтардың қиылысқан жеріне жасыл және көк нүктелерді белгіле дейді. Басы көк нүкте болатын, сәулесіз неше сәуле сызуға болады дейді. Бірінші жасыл түспен біз түзулерді сызайық. Мысалы, мұна нүктеміз. Ол бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп кете береді екен. Бұл бізде шексіз екен, балалар, шексіз. Келесі бізде көк түспен басы көк нүкте болатын сәулесіз дейді. Бұл жерде бізде 1, 2, бұл жерде де кете береді. Не екен? Балалар шексіз болады екен. Шексіз. Келесі 7-ші тапсырмаға қарай кел ойнайық дейді. Фигураларда олардың қабырғалар саны өсу ретімен бойынша орналастыр. Енді осы фигураларда әріптермен құралған сөзді оқы дейді. Геометрия атаулы грек тілінен енген екен. Бізде бірінші 3 бұрыш өсу ретімен, ең кіші бізде 3 бұрыш. 3 бұрыштың ішінде бізде с әрпі бар. Келесі бізде 4 бұрыш. 4 бұрыштың ішінде бізде п әрпі бар екен. Келесі бізде 5 бұрыш, оның ішінде о әрпі бар екен. Келесі өсу ретімен бізде 6 бұрыш, оның ішінде р әрпі бар екен. Оны қалай есептедіңіздер десеңіз, мінекей, мынау бізде 3 бұрыш, 1, 2, 3. Мынау 4 бұрыш, 1, 2, 3,
4. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 бұрышымыз. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 және 6 болу керек мына жерде. Келесі бізде енді соңғы тәрпіміз қалды. Ол бізде 6 бұрышымыз, тәрпі. Демек, бұл жерде бізде спорт деген сөзіміз шығады екен, балалар. Осымен біздің сабағымыз тәмам. Каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Біз келесі сабақта кездескенше, балалар.